Бүгінгі тақырыбымыз үшбұрыштың ұқсастығы деген. Енді ұқсастық деген сөзге қалай қарайсыңдар? Ұқсас деген мысалы үшін егіз деген сияқты шығар. Или айнаға қарағандағы өзің. иә, ұқсас мысалы үшін Табанға ұқсас. иә. Ұқсас деген енді қараңдар. Үшбұрыштардың барысында мен нерге бір үшбұрыш салам, кез келген үшбұрыш салам. Бұрыштар ұқсас. Мінекей. Бір үшбұрышты сала кеттім де мен. Соның ішінен мен екінші бір үшбұрыш таңдасам болады нерден. Екінші бір үшбұрышты осы үшбұрыштың өзі етсем де болады. Осы үшбұрыштан бірдей есе кіші етсем де болады. Болмаса осыдан үлкен етсем де болады, дұрыс па? Мен ішінен екінші бір үшбұрышты нерге сала кетейін. Мінекей, қалың етіп сала қойдым, қараңдар. Мен айтамын, мына екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас деймін. Ұқсас деген кезде сіздер түсіну керексіздер. Екі үшбұрыш немесе үш үшбұрыш алған кезде мына үшбұрыштан бұрыштары теңдей болады. Біріншіден, екі бұрышы ұқсайтын болса, тең болады. Негізі үшеуі де бірдей болады ол жерде ше. Просто қазір менде бірінші үшбұрыш пен екі үшбұрыш тұр ғой, иә? Осы екі үшбұрыш бір-біріне қараған кезде, мынау анасы, мынау баласы ұқсап тұрады ғой. Бірнеше есе кіші болады, екіншісі болмаса үлкен болады, бірнеше есе. Мынау 10 болса, мынау 5 болады. Мынау 8 болса, мынау 4 болады. Мынау 6 болса, мынау 3 болады дегенде бірнеше есе кіші болады. Мысалы үшін мынау 6 болса, мынау 4 болады десе, неше есе кіші? Жоқ. 4-ті 6-ға бөлсең 3-тен 2 есе кіші болады. 3-тен 2 бөлігі болады болмаса. Қараңдар. Бетейік енді. Мынау бізде А, Б, С бола қойсын. Ұқсас үшбұрыштың нелерін мынаны бетейік. А1, мынау Б1, мынау С1 бола қойсын. Бұрыштар екеуінде де барлығында бірдей болады, қараңдар. Мынау альфа, мынау менде бета, мынау гамма болатын болса, мынау қандай болады тоже? Альфа, мынау бета, мынау менде гамма бола салады екен. Ұқсас деген сөз енді айттым ғой, бірнеше есе кіші, немесе бірнеше есе үлкен болады. Негізі, мен мына үшбұрышқа қарап отырып, мына үшбұрышты таба аламын. Қолыма лупа ұстап алып, бүйтіп жақындатып, алыстатсам, үшбұрыштың размері үлкейіп кішірей береді ғой, иә? Ол екінші үшбұрыш содан шығады екен. Бірнеше есе үлкен немесе бірнеше есе кіші деген сөз. Ұқсас деген сөз тура осындай, просто по размеру басқаша. Өлшем бойынша басқаша. Үлкен немесе кіші, жаңа айттым ғой, үлкейтіп кішірейте беремін дедім ғой, дұрыс па? Сол лупаны алдыға жақындата беретін болсам не болады? Оригинал өлшем, иә? Алыстата беретін болсам үлкейе береді, дұрыс па? Енді қараңдар. Соның үлкею кішіреуін табатын болсам, қайсы қабырғаны қайсыған бөлем? Екеуінің ұқсастық коэффициенті деген нәрсе бар. Не істейміз? Бізде оригинал қайсы еді? Оригинал ішіндегісі. Мынау екінші шыққан үшбұрыш, дұрыс па? Олай болатын болса, кейінгі шыққанды алғашқы оригиналға бөлесіңдер. Мен нерде С1-ді неге бөлсем болады? С-ға бөлсем немен шығады? К шығады. К деген менде ұқсастық коэффициенті. Қанша есе үлкен деген сөз. Жаңағыдай, мынау 5, мынау 10 болатын болса, лупаны мен какой-то бір арағашыққа тартам, 2 есе үлкен болады. Тағы да сонша арағашыққа тартсам, неше есе үлкен болады? 4 есе болады. 2, 4, дальше 8, дальше тағы да соншаға тартсам, 16 болады. 2 көбейіп кете береді. Бірде арағашыққа тартатын болсам ше. Тура солай лупаны жақындата берсем, размеріне сейді. Лупаның бір жағы үлкейтеді, бір жағы кішірейтеді. Айналдырып алып, жақындата беретін болсам, кішірейе береді деген де ғой. Мінекей мынау коэффициенті болады екен. Тоже осылай не істесем болады мен? Б1-ді неге бөлсем болады? Б-ға бөлсем болады. Тоже К шығады екен. А1-ді не істеймін? А-ға бөлсем тоже К шығады екен. Бәрін бір-біріне қатына салсам, менде ұқсастық коэффициент шығады екен. К деген менде немене болып сөмен? К. Сау бол. Ұқсастық коэффициенті деп аталады екен. Бірнешесі үлкен немесе бірнешесі кіші екендігін анықтап береді екен. Мынаған енді үш түрлі жағдай айтып жатады. Екі қабырғасының қатынасы және екі бұрыштары тең болса, ол ұқсас болады деп айтып жатады да ше. Оны есеп барысында практика кезінде көрген дұрыс болады негізінде. Ол үш теоремасын жаттағаннан көрші. Өте логичный нәрсе. Қабырғасынан мынаған бөліп көрсең, сіздерде уже түсінікті болады. Мысалы үшін мен мынандай қабырға бере қойшы. Мына үш бұрыштар ұқсас па деп айтамын мен қазір. Так, 7, 24, 25. Ала қойық та осы үш бұрышымыз тағы да. Енді келесі мінерге мен
10 жарым мынаған 37 жарым деймін де үшінші қабырғасын берейін. Осы үшбұрыштар ұқсас па? То есть мынау бастамасында үшбұрыш, мынау кейінгі үшбұрыш. Не істесем болады? Ұқсас. Мен не істеймін? Мына 10 жарым деген қабырғасын істеп көремін мен. 7-ге бөлем. Немене шығады? 1 жарым деген немене мен? Коэффициент. Мынаған бөлеміз енді. 37 жарым неге бөлеміз? 25-ге бөлеміз. Тоже 1 жарым шыға ма? Тоже к шыға ма? Тоже к шығады екен. 1 жарым есе үлкен болса, үшінші қабырғасын 36 деп тауып алсақ болады, 1 жарымға көбейткен кезде. Үшбұрыш не екен? Ұқсас екен. Бастамасындағы үшбұрыштан мына үшбұрыштың қабырғалары 1 жарым есе үлкен. Ауданы ше? К-ға қарайтын болсақ, мына ұқсастық коэффициентіне қарайсақ, ауданда немене жүреді? Метр квадрат, сантиметр квадрат деген жүре ма? Мына не істеп жүресіңдер? Квадраттап жүрсеңдер жауап шығады. Мына үшбұрыштың ауданы табасыңдар, бірдеңе шығады. Мына үшбұрыштың ауданы неше есе үлкен? К квадрат есе үлкен. 1 жарымды квадраттайсыңдар. Мына есептеп көрейік. Мына үшбұрышты білеміз ғой қандай үшбұрыш екендігін, иә? Қандай бұл? Тік бұрышты, дұрыс па? Мынау 7, мынау 24, дұрыс па? Аудан табатын болса, мына екен көбейтекке бөлем ғой. Себебі мына қабырғаға биіктік екінші катеті болып тұр, иә? S тең 7 көбейтілген 12 дей салайын да мен онда, сразу. Қанша болады? 84 болады екен. Енді мынаның ауданын есептеп көрейікші. Тоже. S тең болады 10 жарымды көбейте саламын, мына жартысына 18-де көбейтіндірші. 189 ба? Мінекей, аудан шықты. Енді бір нәрсе. Анаған бөліп көрейікші. Мынау S дейік, мынаны S1 дей салайық. S1 бөлінген S. Тең 189 бөлінген немене? 84. Қанша шықты? 2-де 25 шыққан жоқ па? 2-де 25 деген ненің квадраты? К-ның квадраты болады. То есть ескеріп алыңдар. Мынандай үшбұрыш болатын болса, ұқсас үшбұрыштар болатын болса, мендерге жаза кетейін. Мынау бөлек жаза кетейді. А, Б, С дейік. Мына жердегі үшбұрыш не дейміз? Давайте дейік. А1, мынандай дей салайық. Мынаны А2, Б2, мынаны С2 дейік. Бұрыштары понятны, қандай болатын, бәрі тең болады. Осы екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас дегенде былай береді. Болмаса былай береді. Разницасы жоқ. Біреуін ғана қойып қояды. Жуық шамамен деген таңбаны білесіңдер ғой, соның біреуін қойса, ирелік сызықпен бүйтіп қоя салады. Мына екі үшбұрыш бір-біріне деген сөз ұқсас дегенді білдіреді. Мына ұқсастық белгісі. Ұқсастық белгісі болады екен де. Енді қабырғаларын бөлетін болса немене шығады екен? То есть А2 бөлінген А1 тең Б2 бөлінген Б1 тең С2 бөлінген С1-ден не шығады? К шығады, ұқсастық коэффициент шығады. Енді бітсемші. S2 бөлінген S1-ден не шығады екен? К-ның квадраты шығады екен. Ең маңызды ақпарат осы. Біреуін тауып алып, екіншісін табатын болсаң, ұқсастық коэффициенттің квадратына көбейте салады екенсіңдер. Енді ойлаңдаршы, мен жаңа сіздерге бір кішігірім идея бердім осы жерде. Ауданның өлшем бірлігіне байланысаттым ғой. Ауданның өлшем бірлігі метр квадрат, сантиметр квадрат дедім. Осы көлемде жүрсе ше. Ұқсастық коэффициентін не істейсіңдер ол жағдайда? Кубтай саласыңдар. Себебі ауданды шығаруға ең кемінде неше қабырғаның ұзындығы керек көбейтуге? Екеуі керек. Екі өлшем бірлік көбейтілген кезде біреуінің коэффициенті К. Бірінші өлшем, екінші К. К мен К көбейтеді, К квадрат шығатын содан. Мысалы үшін, мынаның ауданы қандай еді? Тең А-бы бөлінген екі емес па? Дұрыс па? Мынаның ішінде немене бар? К деген еселік бар ма? Дұрыс па? Мынаның ішінде де К деген еселік. Екен көбейткенде К квадрат деген коэффициент осы жерден шығып кетеді да бізде. Ал көлем табатын кезде неше қабырға көбейтесіңдер? 3. К-лар 3 рет көбейтеді, К көп шығады. Бір-біріне қатынастарынан К көп шығатындығы сондықтан. Енді мынау тікелей К шықпайды, мынаның ішінде К бар деп жатырмын да мен. Еселік ретінде. Мысалы үшін 10 деген сан тұратын болса, коэффициент 2 болатын болса, 5 көбейту 2 бар да мынаның ішінде ше. 2 деген бізде немене? Бағана айтқан коэффициент. Мынаның ішінде көбейтінді түрінде жасырын тұрады. Ішінде қандай сан болса, сол сан
какой-то бір екі санның көбейтіндісі. Соның біреуі коэффициент. Солай жасырын түрде болады. Мына нәрсені ескеріп алыңдар. Бұл бізде ұқсастық, үшбұрыштың ұқсастығы да ұқсастық коэффициенттер есептер шығару барысында алдағы уақытта көбірек қолданатынбыз. Практикада мына қатынастарды өздерің бір-біріне бөле берсеңіз түсінесіңдер. Мынау секілді. Түсінікті ме? Жақсы.